Күн салқындағанда бәріміз тойымды әрі сіңімді тамақ жегіміз келеді. Бүгін сіздерге сондай тағамның бірі ораман нанның оңай, жеңіл жасалу жолын көрсетемін. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен пиязды майдалап турап, үстіне тұз сеуіп, араластырып қоямыз. Одан кейін үйде фарш болса фаршты қосамыз, немесе оны қоспасаңыз да болады. Содан кейін асқабақты үккіштен өткізіп, турап шығамыз. Егер сіз қолмен кубиктап турайтын болсаңыз, ол уақытты көбірек алады. Ал үккіштен өткізсеңіз, тез әрі жылдам дайын болады. Егер қаласаңыз, мен сияқты сарымсақты да аздап қоссаңыз болады. Оның үстіне тұз және қара бұрышты сеуіп, салмасын араластырып дайындап қоямыз. Енді қамырына кірісеміз. Мұздай салқын суға тұзды және жұмыртқаны салып араластырып, қамырымызды илеп аламыз. Салқын суға иленген қамыр жайған кезде ыңғайлы және жыртылып кетпейтін болады. Менде осындай кішірек 2 зуала шықты. Қазақша рецепттерін көптеп шығып, даму үшін каналыма тіркеліп, лайк басып қойсаңыз, қатты қуанып қалушы едім. Егер оқтауыңыз кішірек болып, қамыр жайған кезде одан үлкен болып кетсе, қамырдың екі шетін осылай қайырып алып, ұнды жақсылап сеуіп, жайып шықсаңыз, ол кезде де қамыр жұқа әдемі болып шығады. Енді мантаваркаларды майлап дайындап алуымыз керек. Мантаварканы осылай қамырдың бетіне қойып майлайтын болсаңыз, артық майы қамырға сіңіп дайын болып тұрады. Ал қамырды майлап шығу үшін тағы да осылай қолмен жайып, немесе осылай екі бетін бір-біріне беттестіру арқылы да қамырды толығымен майлап алуға болады. Теңдей екіге бөлінген қамырдың бір шетіне салмасын біркелкі етіп жайып шығамыз да, шетінен орап, рулет секілді орай бастаймыз. Арасына осылай майдан кішкенеден жағып, орай берсеңіз де болады. Ал дайын болған ораманы мантаваркаға салудың ең күшті оңай жолы осылай екі шетінен орап аламыз да, көтеріп алып мантаваркаға қалауымызға қарай орналастырамыз. Шамамен 40 минуттан кейін ораман нанымыз дайын болды. Дәмі деген өте керемет болып шықты, ал арасы қатпар-қатпар болып, бір-біріне жабыспай, өте әдемі болып шықты. Ал сіз ораман нанды қалай жасайсыз? Өз ойыңызбен комментарийда бөлісіп, жаза кетіңіз, мен сізге міндетті түрде жауап беремін. Осындай дәмді әрі пайдалы тағаммен сіз де отбасыңызды қуантып қойыңыз. Сіздермен болған Замира, келесі видеода кездескенше.